Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Өткенде ғана өмірден өткен Машкевич қазақ жерінің қойнауындағы ең байлықты сарқа тауысқан сараңбай еді. Британ журналисі Том Берджестің «Клептопияның» атты еңбегінде Назарбаев пен атышулы трионың Машкевич, Шодиев және Ибрагимов арасындағы ел ести бермеген ерсілеу оқиғасы сөз болады. Қазақстан нарығында сирек таралған кітаптың неміс тіліндегі нұсқасын Германиядан арнайы алдырған әшкере осы оқиғаны арнау оқырмандармен бөліскенді жөн көрді. 2005 жылы миллиард таза табыс тапқан Машкевич Форбестің тізіміне еніп, масаттанып жүреді. Қазақстан экономикасының 40%-ын уысында ұстаған трио мұндай мүмкіндік берген үшін Назарбаевқа қарыздар болатын. Майшекенің партнері Патох Шодиев экс-президенттің мінезіне қанық. 1995 жылы Әбішұлы семьясымен Францияның Ривьерасына сапар шегіп, өзбек олигархын өзімен бірге ертіп алады. Ол жақта бұларды Пачоли есімді бизнесмен күтіп алып, Монаконың іргесіндегі мейрамханаға бастап барады. Ле Пирати дейтін ресторанның ұсқыны Назарбаевқа әдегеннен ұнамай тұңғыштың қабағы кіртие қалады. Шодиев жоғары шығуға қаймығып кіреберіске шайғасады. Алқам-салқам киінген даяшылар үстел жая бастағанда Назарбаевтың тағаты таусылып, түрменің ыдыс-аяғына ұқсас тәрелкенің бірін жерге тарс еткізеді. Одан кейін тағы бір тәрелкені күл-парша қылады. «Бізді қайда ертіп келдің?» деп әлгіндегі Пачолидің жағасына жармасады. «Бір ашуыңды бер» деген сары алпыс қызы жыламсырап оталып алған күйеуін сабырға шақыруға тырысады. Отпускының қадірі қаштау деген Әбішұлы әйеліне бағынсын ба, әлгі жердегі орындықтың бірін тік көтеріп, жанып тұрған отқа тастап жібереді. Артынша тағы бір орындықтың қолына алып, ботын-бот қылады. Одан соң тағы бір орындықтың талқанын шығарады. Осы мезетте әрідекте тұрған ресторан қожайыны тұңғыштың әрекетін қайталап, орындықтың бірін отқа лақтырады. Екеулеп жүріп үстел басындағы орындық атаулыны тауысып отқа тастап тынады. Назарбаевтың мұндай мінезі барын білмеген Шодиевтің қол-аяғынан жан кете бастайды. Көзі атыздай болған олигархтың реакциясын бағып тұрған Назарбаев осы сәтте қарқылдап келіп күліп жібереді. Оған ресторан қожайыны мен әлгінде ғана сөз естіген Пачоли да қосылып, мейрамхананы басына көтереді. Мұның бәрі әзіл күлкі үшін жасалған еді. Ресторан әубастан соған бейімделген. Бұл жерде келген кезде ыдыс-аяқты талқандап, орындықты отқа тастап, стрессті шығарасың дейді Назарбаев олигархтың арқасынан қағып. Шодиев сол отпускыны ұмытпастай болды. Мұның астанда менімен ойнасаңдар, тәрелке секілді талқандарыңды шығарып, орындық секілді отқа тастаймын деген месседж жатқан еді. Шодиев мұны бірден түсінеді. Елге орала сала Машкевичпен жүздесіп болған жайды мәлім етеді. Назарбаевты үлеске кіргізу үрдісі осы кезден басталған деседі. Машкевичтің әйгілі Ататүріктің Саравона яхтасын жалға алып, жын ойнақ ұйымдастырған әшкеренің хат қоржынында жатыр. Бұл туралы алдағы уақытта айтатын боламыз. Ендеше каналға тіркеліп, міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыз.